жаңғақ салынған булочка жасаймыз. Булочкамыздың қамырыны 4 бөлшек етіп жайып аламыз. Әдемілеп жайып алып, ішіне қант ұнтағы мен майдаланған жаңғақты сеуіп, әдемілеп жайып шығамыз. Қант ұнтағы мен жаңғақ. Жайып болып, оны әдемілеп ораймыз. Дәл осылай кесіп, листке теріп шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, пісіріп аламыз. Осындай әдемі булочка болып шығады. Ас болсын.